Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 5-6 сабақ ең үлкен байлық. Жаңа сөздер жазып жаттап ал. Напиши в словарь и выучи. Рухани, духовный, күш, қуат, сила, энергия, айырбастау, обменивать. Бірінші тапсырма. Бірінші диаграммаға материалдық байлыққа байланысты сөздерді. Екінші диаграммаға рухани байлыққа қатысты сөздерді жаз. Мысалы, бірінші диаграммаға материалдық байлық дегенге біз не жатқызамыз? Ақшаны жатқызамыз, үй, көлік. Ал рухани байлыққа біз адам бойындағы қасиеттерді, это качество, которые есть в человеке. Мысалы, ол білім, ол өнер, ақыл, ой, парасат, тағы да басқа. Ребята, дополните пустые кружочки сами. Екінші тапсырма. Диаграмманы пайдаланып, байлық туралы өз ойларыңды айттыңдар. Мәтінде жалпы және жалқы есімдерді қолданыңдар. Мысалы, байлықты біз екі түрлі қарастыра аламыз. Ол материалдық байлық және рухани байлық. Материалдық байлыққа біз ақшаны, үйді, көлікті, тағы да басқа дүниелерді жатқызатын болсақ, ал рухани байлыққа біз өнер, білім, ой, ақыл, парасат, тағы да басқа адамның бойында болатын қасиеттерді айта аламыз. Ребята, это был примерный текст. Составьте свой текст и расскажите устно. Үшінші тапсырма. Төменде берілген сөздерді кесте бойынша топтап жаз. Распредели слова по столбикам. Мысалы, адами байлыққа не жатқызамыз? Ата-ананы, туыс, бала. Ал материалдық байлыққа жаңа айтып кеткенде ақша, дүние-мүлік. Табиғи байлыққа біз өсімдік, теңіз, мұхит. Ал рухани байлыққа денсаулық, туған жер, туған ел, тағы да басқаларын жатқызамыз. Ребята, это письменное задание. Вы должны начертить таблицу и распределить все слова. Төртінші тапсырма. Мәтінді тыңда, рөлге бөліп оқыңдар. Ертеде бір жас жігіт өзінің кедейлігін айтып, әрдайым мұңын шағады екен. Шіркін-ай, менің байлығым көп болса, жақсы өмір сүрер едім деп зарлауын қоймапты. Бір күні қарт тас қашаушы өтіп бара жатып, зарлап отырған жігіттің қасына келеді. Саған не болды сонша жылап? Сен нағыз бай адам емессің бе дейді. Мен баймын ба? Деп жігіт таңғалады. Ол қандай байлық? Сенің көзің ше, бір көзіңді қаншаға сатар едің деп сұрайды қарт. Оның не деп шошып кетеді жігіт. Көзімді ешқандай байлыққа айырбастамаймын. Ал енді екі қолың мен аяғыңды алтынға айырбастар ма едің? Жоқ, ешқайсысын алтынға айырбастамаймын дейді жігіт. Міне көрдің бе, сен өте бай адамсың. Адамның ең үлкен байлығы күш, қуаты мен денсаулығы дейді қарт. Оны ақшаға сатып ала алмайсың. Қарт осыны айтады да жөніне кетеді. В этом тексте, ребята, рассказывается про одного молодого человека, который всегда плакал и говорил, что он бедный. И вот однажды, когда он так сидел и плакал, говорил, что у него нет богатства, что он бедный, к нему подошел один довольно старый человек, каменщик. И он у него спрашивает, что с ним такое происходит, почему он плачет. И тогда этот молодой человек объясняет, что он очень бедный и у него ничего нет. Тогда этот мудрый человек объясняет ему, что богатство не в деньгах, а богатство то, что есть у тебя сейчас. Например, ты можешь обменять свои глаза на деньги или же руки на золото.
Молодой человек очень испугался и сказал, что ничего из перечисленного он не обменяет на богатство, на золото. И тогда каменщик ему объясняет: вот видишь, ты очень богатый человек. Самое большое человеческое богатство – это его сила и здоровье. Бесінші тапсырма: мәтіндегі қою әріппен жазылған сөздерді сөздік дәптеріңе аудармасымен жазып ал. Мысалы, зарлау – рыдать, тас қашаушы – каменщик, резчик, желау – плакать. Ребята, дальше пишем самостоятельно. Алтыншы тапсырма: мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Жауабыңда мезгіл үстеуі мен мекен үстеуін қолдан. Мысалы, бірінші сұрақ: мәтінде не туралы айтылған? О чем этот текст? Мәтінде ертедегі бір жас жігіт туралы айтылған. Ертедегі мезгіл үстеуі. Екінші сұрақ: жас жігіт неге жылады? Себебі ол қазір бай емес. Почему плакал молодой человек? Потому что он сейчас не богатый. Қазір мезгіл үстеуі. И так далее, ребята. Дальше отвечаете сами. И в каждом ответе вы должны использовать наречие времени или же места. Жетінші тапсырма: сөйлем бөліктерін сәйкестендіріп оқы. Мәтін мазмұны бойынша сөйлемдердің рет санын белгіле. Сопоставь предложение и назови порядок предложения по тексту. Мысалы, например, сначала мы должны сопоставить. Бірінші: бір көзіңді қаншаға. Теперь мы должны во втором столбике найти продолжение. Сатар едің. Бір көзіңді қаншаға сатар едің. Сначала сопоставьте предложение, а потом уже расставите по порядкам. Сегізінші тапсырма: мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексер. Проверь информацию, правильно ли по тексту или нет. Например, первое предложение: жігіт кедей болды. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Оныншы тапсырма: мәтіндегі екі кейіпкердің мінездерін сипаттап жаз. Опиши характер двух персонажей. Например, как вы считаете, каким был молодой человек и какой дедушка? Вы должны дальше продолжить или же убрать мои слова, написать свои слова. Например, молодой человек аңқау, ақылы аздау, ал ата қария, ол дана, еңбекқор. 13-ші тапсырма: денсаулық тақырыбына синквейн 5 жолды тақпақ дайындаңдар. Напишите синквейн на тему здоровья. Мы знаем, что такое синквейн, да? Каждая строчка что-то значит. Например, в первой строчке мы должны написать одно существительное. Во второй строчке, которая касается темы, да? Во второй строчке, например, мы должны написать 2 прилагательных. В третьей строчке пишем 3 глагола. 4-я строчка. Мы здесь описываем, пишем 4 ключевых слов. 5-я мы здесь пишем метафору. Мысалы, байлық, мықты, зор, керек, ауырмау, айырбастамау, күш, қуат, мықтылық, айырбас, ең үлкен байлық. Ребята, вы пишете свой синквейн. 15-ші тапсырма: сөйлемдердегі көп нүктенің орнына мезгіл үстеулерін қойып, көшіріп жаз. Перепиши, вставляя пропущенные наречия времени. Например, бірінші: күнде таңертең алма жесең, денсаулығың жақсы болады. И так далее, ребята. Внизу написано қажетті сөздер, это ваши нужные слова. Вот эти слова надо распределить по предложениям, вставить правильно. И пишем
все предложение полностью. Есте сақта, запомни, денсаулық ең үлкен байлық. Денсаулықты күту керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк.